Егер балаларыңыз әлсіреп, иммунитеті түсіп, қайта-қайта ауыра беретін болса, тұмау ауруларымен, жұқпа ауруларымен, онда олардың иммунитеті түсті деген сөз. Мынау ауырған кезде ешқандай дәрі-дәрмек бермей, укол салып қинамай баланы. Осындай шөп бар, иммунитетті көтереді, вирустарды, бактерияларды өлтіреді. Ешқандай зияны жоқ. 2 жастан бастап бере берсеңіздер болады. Кейбір әйелдердің естіген, тек егізулі бөпелерге де беретін. Демдейсіздер, 1 столовый ложканы 200 грамм суға салып, заваривать етіп қоясыздар. Крутой кипятокпен 1 сағатқа, жарты сағатқа. Одан кейін араластырып сүзіп, 2 жасар балаға жарты столовый ложка берсеңіздер болады. Үлкен ересек адамдар 1-2 столовый ложкадан ішсе болады. Бұл иммунитетін көтеріп, табиғи күресуге көмектеседі балаға. Осыны егер әдетке айландырсаңыздар, бала ауырған сайын беруге, одан кейін бала вообще ауырмайтын болады. Пайдаланып көріңіздер. Ешкім салғысы келмейді ғой, баласына укол немесе синтетикадан жасалған дәрі бергің келмейді. Ол дәрілер иммунитетін көтермейді ғой, керісінше иммунитетін түсіріп тастайды. Тағы да басқа кезде ауырғанға олар керісінше көмектеседі. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Пайдалы болса, тіркеліп кетіңіздер. Ақпарат.